Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін мен сіздермен Айгүл Қалиқызы сіздермен бүгін өте жұмсақ әрі дәмді булочка жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бірінші кезекте біз 200 мл суымызға 40 грамм ұнымызды салып, жақсылап араластырып, отқа қойып, заварной тесто жасап аламыз. Оттың үстінде үзбей араластырып тұрамыз, қою болғанша. Қою болғаннан кейін оттан аламыз. Енді заварной тестомыз тезірек суы үшін басқа ыдысқа құйып, бетін салафанмен жауып, бір шетке суығанша қойып қоя тұрамыз. Жылы сүтке ашытқымызды қосып, және бір ас қасық қантымызды салып, жақсылап араластырып, оны да 10 минутқа бетін жауып қоя тұрамыз. 10 минут уақытымыз өтіп, ашытқымыз осылай көтерілген соң, жарты қасық шай қасықпен тұз салып, және қалған қантымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Одан соң 2 жұмыртқамызды қосып, араластырамыз. Тағы да жаңағы суып тұрған заварной тестомызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз да бір шетке қойып қоямыз. Електен жақсылап өткізіп алған ұнымызды алып, арасын қасығымызбен ашып, жаңағы сұйық массамызды құйып, қасығымызбен жақсылап бірінші кезекте араластырып аламыз. Ендігі кезекте қолымызбенен нанымызды өте жұмсақ қылып қамыр илейміз. Осы мезетте сары майымызды қосып, қамырымызға қолымызға жабыспайтындай болғанша 10-15 минуттай қамырымызды жұмсақ қылып басамыз. Нанымызды әбден қолымызға жабыспайтындай басып алған соң, бетін салафанмен жауып, 40-45 минутке көтерілгенге қойып қоямыз. Осылай қамырымыз 2-3 есе көтерілген соң алып, ұзынша қып жайып аламыз да, әр бөлікке бөлеміз. Әр бөлігіміз 60 немесе 70 грамм қып, таразыға өлшеп бөліп аламыз. Әр бөлігімізді 60 немесе 70 граммға бөліп алған қамырымызды осылай доңғалақтап, дайындап алып, бетін салафанмен жауып, 7-8 минутқа тағы да қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды алып, осылай бір келкі доңғалақ қып жайып аламыз да, ортасына қалаған салмамызды алып жасай берсек болады. Менде осындай қойытылған шоколад пастасы. Бір шай қасық толтырып шоколад пастасын алып, қамырымыздың ортасына шет-шетіне шығармай, жақсылап жайғастырып жайып аламыз. Қамырдың бір жақ шетінен қайырып, содан екінші жақ шетінен қайырып, ортасына нығыздап орап, булочкамызды түйеміз. Түсініктірек болу үшін тағы бір қабат мұқият қарауларыңызды сұраймын.
Барлық дайындап алған булочкаларымызды противенімізге салып, тағы да 10-15 минутқа бетін салафанмен жауып қойып қоямыз. 10-15 минут уақытымыз өткен соң, жақсылап жұмыртқамызды езіп алып, булочкаларымыздың бетін айбатлап майлайтын боламыз. Алдын ала 180 градус ысып тұрған пешімізге 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне біздің осындай әдемі әрі жұмсақ, дәмді болып шығатын булочкаларымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бүгінгі көрсеткен видео рецептім сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгүл Қалиқызы. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.